Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен мен Сандуғаш. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймын. Алдағы уақытта тағы да әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Бүгін сіздермен шиенің вареньен жасайтын боламыз. Шиемізді алып, жақсылап жуып, ішінің мусорларын бәрін тазалап, 2-3 қайтара жуып алатын боламыз. Тазалап жуып алған шиеміздің үстіне шекерімізді қосып, жарты сағат 45 минутқа қойып қоятын боламыз. Шекерді өзіңіз дәміне қарай қосатын боласыз. 45 минут 1 сағат тұрғаннан кейін газге қойып, жақсылап қайнататын боламыз. Қайнап жатқан вареньеміздің бетіндегі көпіршігі тарағанға дейін қайнататын боламыз. Көпіршігі тарағаннан кейін банкілерге салып, аузын жауып бұрап қоятын боламыз. Достар, менің видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге рахмет.